Күндеріңіз шуақты болсын, қадірменді оқырмандарым. Сіздерге Ақжайықтың ақ шағаласы Ақштап ақынның «Ана жүрегі» атты мазмұнды өлеңін назарларыңызға ұсынамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Махаббат, сені қиын жырлау бүгін. Сен жайлы жоқ бар деген жүр даулығым. Болды екен қанша ғұмыр саған қарыз, болды екен қанша ғұмыр құрбандығың. Ән болдың таңдайдан бал тамызғанша, мұң болдың көзден жасты ағызғанша, мәңгі жас сен жайында дастан барау, мәңгі өлмес сен туралы аңыз қанша. Жалындап жас жүректің бар қызуы, жастықтың басталғанда бал қызығы, ертеде сұлу қызға болған ғашық, ананың әлпеш деген жалғыз ұлы. Сол қызға жолығатын батыл әлгі, бір күндер төсек тартып жатып алды, ұйқыға кетсе шошып алас ұрып, анасын айқай салып шақырады. Гүл өңі алау тартып жайқалмайды, сауығу мынау халден байқалмайды, ол бірақ ішін өртеп жатқан жайды ашылып анасына айта алмайды. Қыз атын айтса ауыздан зар шығыпты, құс жастық аққан жасқа малшыныпты, дертіне сағыныштың шыдай алмай жас жігіт құр сүлдер боп таусылыпты. Қинады қыздың шарты бөлек екен, о сұлу неткен қатал керемет ең, анаңның жүрегін ап келген күні мен саған жар боламын деген екен. Сол қызға есі ауған жігіт мүлде, бүк түсіп жата алмады құрып күнде, ұйқыда бейқам жатқан сорлананың жүрегін жұлып алды тұрып түнде. Сүюдің сертімеді соның бәрі, ол міне қыздың шартын орындады, сүрініп кетсе жігіт келе жатып, жүрегі түсіп кеткен қолындағы. Ананың кезі бар ма, кекті болған, оқыста жүрек түсіп кетті қолдан, ұмтылса топырақта жатқан жүрек, құлыным байқасаңшы депті оған. Осындай аңыз қалған халық ішінде, кім білсін махаббаттың даңқы үшін бе, болмаса жоқ нәрсені болғыз дейтін қыз кездің тәкаппарлық салты үшін бе. Осы аңыз естігенге қатал ақтым, дәстүрге қарсанадан баталатын, кім білсін дәлелдеуге шығарды ма ананың айнымайтын махаббатын.